Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен 10 минутта дайын болатын өте жеңіл пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның сарысын алдын ала бөліп дайындап алдым. Соны саламыз да үстіне 100 грамм секерін салып венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне 180 грамм сары майымызды саламыз. Келесі кезекте ұнымызды салып отырып, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте біз дайын болған қамырымыздың жарты бөлігін үлкендеу, жарты бөлігін кішірейтіп бөліп аламыз да қалыпқа орналастырамыз. Қамырымыздың үлкен бөлігін оқтаумен жайып алып, қалыпымызға орналастырамыз. Келесі кезекте үйіңізде кез келген вареньяңыз болса, соны салыңызға болады. Менде абрикосовый варенье, мен соны салатын боламын. Міне осындай дайын болған пирогымызды алдын ала қысып тұрған пеште 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз.